Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракату, құрметті қазақ елі, ағайын туыс. Бүгін бізде 10 сәуір. Сіздермен бірге Ақтай шаруа қожалығы. Бүгін таңғы 7 жылқының басына келіп отырмыз. Санақ жасап, өте керемет көрініс. Мынау қырда жүрген кезде айтамды, мынау ең көктемде жүрген ауасының өзі бір ерекше. Мынау құстар ән айтып, көктің шығып атқаны, міне жер дүркіреп шыға келді. Машалла. Көк шығып, жылқының жайылысына қарап, осыған көз тоймайтын бір көрініс қой. Өте ерекше. Негізі көктем деген мынау жыл мезгілдердің бірі, ең ерекше келетін мезгіл ғой. Мал төлдейді. Қалада жүрген кезде осыны аңсап жүресің. Қалада жүрген кезде сағат 8-дің кезінде будильникпен тұра алмайсың ғой. Шын айтқанда, мұнда таңғы 5-тен тұрып шай ішіп жылқының басына кетіп қаласың. Осының басына келіп, жылқының басынан кеткің де келмейді. Қарап, санап, бақылап жүріп, кәрі биелеріңді қарайсың, жас байталдарыңды қарайсың, туатын биелеріңді қарайсың, сол қалған тайларыңды қарайсың, санап сөйтіп жүріп, өте бір керемет көрініс. Сол шаруашылықтағы қой, сиыр, қарамал барлығын ұмытып кетесің ғой. Қарағың да келмейді жылқы тұрған кезде. Енді анау қазақтың сөздері бар ғой. Әр ұлт мінет өзіне қолайлысын деп. Нағыз қазақ жылқысыз қалай жүрсің? Қазақтың тау жылқысы тұрған кезде жылтыраған жиптарың былай тұрсын деп, бір YouTube желісінен бір әдемі өлең шумақтарын бір естіп қалып едім. Негізі сол дәл келеді екен. Жылқы малы өзімізге, қанымызға сіңіп кеткен бе. Қалада жүрген кезде бір жұма бір бөгеліп болсаң, ана жақта жүресіңдер, жылқым не болып жатыр? Әйтеуір жылқы бар, жылқышылар бар қарап жүрген, айғыр жылқыны бағып жатыр. Бірақ сонда да бір уайымдап, бір барғың келіп тұрады да жылқының басына. Сіздерде де солай ма? Бірақ мен өзім ғана ма соғысы жылқымен ауыратын? Жылқымен ауыратын аға бауырлар болса комментарияда жазып қойыңыздар. Жылқының күйі енді жалпы кішкене нашарлау деп айтуға болады. Өйткені қыстан негізі сондай бір нашар күймен шықты. Сұлтан деген айғырымыз біздің ай жануар. Өйткені қыс негізі жайлы болды. Өте жайлы болды. Сондай қатты аяз да болған жоқ, борандар да болған жоқ дегенмен, бірақ жылқының күйі негізі қыстың басында жылқы негізі күйі нашар болып кірді ғой жалпы. Сұлтан қарап тұр, үйір әлі жиналмай жатыр. Не келіп жатыр жиналып. Осы жылы негізі қазір міне сәуір айының 10 болып болса да көріп тұрсыздар, құлындаған биелер аздау. Ана жылы бізде ақпанның 20-сынан бастап биелер құлындай бастаған. Ана жылы енді көктемде өзі неғұрлы бір ерекше болып келді. Жердің барлығы мынау осы кезде езіліп жатты. Не машинамен, не мотоциклмен, не атпен жүру сондай бір қиындыққа соқты да. Сол кезде мал төлдеп жатты, биелер батып, жыра алмай, бие туған кезде мынау құлындар судың үстінде қалып қойып, бір сондай шығындар болып кетті да. Сосын барлық биелерді, ерте туған биелерді біз бөлген болатынбыз. Бөліп, мамыр айына дейін, майға дейін ұстап, майдың 5-інде қостық жылқыға. Барлық сол ерте туған биелерді міне осы жылы, енді міне айғырдан май айында шықса, міне қазір 15-нен бастап, иншалла, төлің бере бастайды. Бір кішкене сондай бір ана жылы
күрделі жұмыстар жасап өттік. Дегенмен негізі сол дұрыс екен. Негізі мынау тәжірибеде YouTube желісінен, TikTok желісінен қарап отырам. Ақтөбе, Батыс Қазақстан облысының азаматтарының кішкене бір подход дейді ғой. Солардың тәжірибелері ұнайтты. Олардың көбі мынау көктемнің кезінде айғырларды бөліп тастайды екен. Негізі сол дұрыс деп айтам да. Барлық айғырды бөліп тастайды. Сосын барлық биелері табындағы төлдеп біткен кезде айғырларын барып қосады. Негізі ол өте дұрыс. Өйткені төлді жылқы малы уақытымен береді, уақытымен төлдейді. Сол негізі тәжірибе дұрыс екен. Сосын осы жуырда бір ағамызбен сөйлесіп отып, ана жылы қыс енді қатты болды. Сол кезде жылқысы қыстан әзер шыққан еді. Сосын ол ағамыз енді аузы күйген үрлеп шеттеп, қарашаның бірінде бүкіл табынды үйге әкелді, бүкіл жабағыларын еркек ұрғашысын бөліп тастады. Барлық жылқының ішінен жабағыларды бөліп тастады. Неге кебекке қойып қойды. Соңда табында тек биелер мен айғыр ғана қалды да, үйірлер. Сонда қараша айының бірінен бөлген кезде қарда ерте түсті. Мынау желтоқсан айының аяғына дейін биелері жақсы күй алып алды. Енді өз көзіммен көрдім. Биелер енді машалла жардай ғой. Олардың кәрі сақа биелері біздің байталдың күйінен артық болып тұрды да. Негізі соны ойлап отырмын да, ол тәжірибеде жақсы. Неге десе, мынау жабағыларды бөліп тастаған кезде биелерін енді аналарын ембейді. Биелері енді қараңыздар, мынандай жабағылар жүрсе, өзі жабағысы бір емет, ішіндегі құлыны бар, ол бір сорат ана жақтан. Сонда мынау биелердің не қалады дейсіз. Сол бөліп тастаған, негізі соны өз басым жөн көріп отырмын. Енді Алла амандығын берсе, иншалла осы қысқа қарай бір сондай методиканы қолданып көрейін ба деген бір ойда отырмын да. Бір жыл енді эксперимент ретінде бөліп көріп, қалай салыстырып, осы жылғы биелер қалай шықты, бөліп көргенде қалай шығады екен, сондай бір тәжірибені қолданып көретін бір сондай ой болып отыр. Енді аламандығын берсе, тағы да осы YouTube желісіне салып бөлісіп жатамыз ғой, қалай болады екенін. Сосын мынау бөлгеннің, мысалы көктемнің кезінде бие тайсыз, жабағысыз жүрсе, өздері құлындаған кезде мынау биеге де бөгет болмайды да. Сол жағын байқадым. Өте керемет бір тәсіл болды. Соны енді тәжірибеде ары қарай көру керек, қалай болатынын. Сол, егерде сіздер жақтан бір ақыл кеңестеріңіз болса, қалай комментарияда жазып, мына YouTube желісінде менің ұялы телефоным көрсетілген, WhatsApp желісімен шықсаңыздар, жазсаңыздар да болады. Сол, жақсы, Алланың амандығымен көрісейік. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.